Матрицадағы жасыл кодтың құпиясы. Киану Ривздің культтық туындысы Матрица фильмін көрмеген адам аз шығар. Кезінде қара көзілдірік пен қара плащ киіп, еліктеген көрермендер көп болды. Сол кездегі әйгілі жасыл код сіз ойлағандай компьютерлік бағдарламалау тілі емес. Оның құпиясы жапондық суши рецептерінде жатыр. Фильмнің бас дизайнері Саймон Уайтли әйелімен бірге жапондық аспаздық кітаптан иероглифтерді сканерлеп, оларды фильмнің визуалды элементіне айналдырған. Осылайша хакерлік атмосфера беретін таңбалар шын мәнінде қарапайым тағам рецептері болып шыққан. Бұл фильмде ерекше техникалық шешімдер көп болғаны соншалық, визуалдық мәдениет пен кинематографияға үлкен әсер етті. Фильмдердегі осындай қызықты фактілер ұнаса, пікірге жаза кетіңіз. Тағы да қандай фильмдер туралы білгіңіз келеді?